Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте дәмді, тез әрі оңай дайындалатын мимоза салатының рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Керек ингредиенттердің барлығын видеоның соңында описание бөліміне жазамын. Барлық ингредиенттерді осылай үккіштен алдын ала өткізіп дайындап, әр ыдысқа салып қоямын. Содан соң оны жеке-жеке қазір жинаймыз. Осындай салатты жинайтын тарелкамызға алып, осындай кондитерлік кольцоны пайдаланып салатты жинаймын. Кондитерлік кольцо сіздерде болмаса, бірінің үстіне бірін жинап салсаңыздар болады. Ең бірінші кезекте мен картопты саламын. Оны осылай салып болғаннан кейін қолымызбенен жайып, содан соң қасықпенен басып шығамыз. Дәміне қарай тұзын сеуіп, содан соң майонезді жағамыз. Сіздер менің каналымнан үй жағдайында жасалатын майонездің де рецептісін көре аласыздар. Сілтемесін осы жерге қалдырамын. Содан соң осылай алып, екінші қабатқа жаңағы туралған, ұсақталған етіміздің барлығын салып, қолымызбенен осылай біркелкі етіп орналастырамыз. Ет тұзды болғандықтан тұзды салмаймын, тек қана бетіне осылай майонезді жағып шығамын. Келесі бізде пияз, оны да ұсақтап алдын ала турап алдым. Бір пияз салсаңыздар жеткілікті. Осылай оны да салып, қолымызбен біркелкі етіп орналастырамыз. Содан соң дәміне қарай тұзын сеуіп, майонезді де жағамыз. Үккіштен өткізілген піскен сәбізімізді де осылай бір қабат етіп салып, оны да қолымызбенен барлығын біркелкі етіп орналастырамыз. Дәміне қарай тұзын сеуіп, содан соң майонезді жағамыз. Мен ыңғайлы болу үшін барлық ингредиенттерді үккіштен өткізіп, турауға келетіннің барлығын ұсақтап турап алдым. Келесі жұмыртқаның ақ-уызын да үккіштен өткізіп, оны да осылай салып шығамыз. Дәміне қарай оның да үстіне тұзын сеуіп, содан соң майонезді жағамыз. Келесі соңғы қабат, ол жұмыртқаның сары уызы, оны да үккіштен өткізіп, содан соң осылай қолымызбенен біркелкі етіп салаттың бетіне орналастырамыз. Кондитерлік кольцодан осылай пышақпенен босатамыз. Салат өте оңай алынады, формасын жақсы ұстайды. Бетін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен де осындай аскөкті пайдаланып, бетін осылай әсемдеп шықтым. Бірақ ол да міндетті емес, барлығы өздеріңіздің қалауларыңызша. Егер сіздерге аскөк ұнамаса, оны пайдаланбасаңыздар да болады. Осымен біздің салатымыз толығымен дайын. Оны қонақтарға ұсынып, кез келген отырыстың сәніне айналдырсаңыздар болады. Ингредиенттерінің барлығы бір-бірімен өте керемет үйлесіп, өте дәмді болып шыққан. Бұл салатты сіздер де дайындап көрсеңіздер екен деймін. Сіздерге ұнайтынына сөзсіз сенімдімін. Сіздермен бірге болған Гүлім. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға алғыс білдіремін. Видео сіздерге ұнап пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.